Облыс әкімі Марат Сұлтанғазиев азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Көтерілген сұрақтардың басым бөлігі әлеуметтік жағдай мен жер дауына қатысты болды. Қарасай ауданында көп балалы отбасыларға 4 жыл бұрын берілген 67 пәтердің құжаттары әлі күнге дейін заңдастырылмаған. Сондай-ақ құрылыс талаптары сақталмағандықтан сот шешімімен сүрілуі тиіс тұрғын үйдің үлескерлері де өз мәселесін айтты. Өңір басшысы аталған түйткілдер бойынша жауапты органдарға заң аясында шұғыл шара қабылдауды тапсырды. Қабылдауда 2019 жылдан бері тұрғын үй кезегінде тұрған көп балалы ананың мәселесі де қаралды. Отбасы банк өкілдерінің мәліметінше биыл пайдалануға берілетін 100 пәтерден оған да баспана қарастырылуы мүмкін. Сондай-ақ Бесағаш ауылындағы жол жағдайы да көтерілді. Бұл мәселе облыс әкімінің жеке бақылауында болып оң шешім тапқан. Қабылдауда тұрғындар аймақ басшысына алғыс айтты. 1974 жылы жол генпланын акіненін құртып, 2019 жылы оны жабып, базаға отырғызады. Содан бері жол жабық. Бұрынғы жолды бастаны қазір пожарный тез өтеді. Скорый 5 минут ауруларға келеді. Сондықтан аудан әкіміне, облыс әкіміне мың алғыс.